Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтының кафедра меңгерушісі PhD докторы Тұралбаева Алмаш Тұрғанбайқызы. Сіздерге бүгін сыни ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту атты дәрісті ұсынамыз. Біз бүгін сыни ойлау технологиясының практикалық аппараты жайлы талқылап, ой бөлісетін боламыз. Педагогикалық жаңа ойлау мен осы саладағы күнделікті ассоциациялық байланыстардың пайда болу және даму жылдамдығы уақыт кеңістігіндегі талаптарды сәйкесінше атқарып, ұлттың адамзаттық ресурстарын және жасанды интеллектісін дамыту жолында педагогикалық техниканың өрлеуіне әкеліп соқты. Олай деуге негіз бар. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы, Қазақстан 2050 даму стратегиясы, интеллектуалды ұлт 2020, Қазақстан Республикасының 2016-2019 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы және Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы жолдаулары жүзеге асырылып, білім беру ісінде субъективті идеяларымыздың қолданысқа түсуіне толықтай мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да сыни ойлауды қалыптастыру әлемге және өзіне базалық қарым-қатынас жасап, саналы және рефлексиялық сипатта болып, тұлғаның интеллектуалды әлеуеті мен бәсекеге қабілетін арттыратын білімнің сенімділігін нығайтуға мүмкіндік береді. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің барлық жақтарынан жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген Джинни Стиль, Куртис Мередит, Чарльз Темпл, жобаның негізінде Жан Пиаже, Лев Семенович Выгодский теорияларын басшылыққа аламыз. Әрине, өздігінен ізденіп, зерттеу жұмыстарын жүргізген, жинаған материалын талдай білген оқушының кез келген пәнді өнер табиғатына сай оқи білуіне, оның идеялық мән мағынасын терең ойлап, тебірене қабылдауына мүмкіндіктер туатыны сөзсіз. Сонымен қатар оқушының оқырмандық, ізденімпаздық белсенділіктерін де арттырады. Сыни ойлау айналада болып жатқан оқиғалар мен құбылыстарға, ақпараттарға талдау жасай білуде, өзінше болжамдар құра алуда, шешімнің жаңа жолдарын жобалай білуде байқалады. Бастауыш сыныптардағы пәндер бойынша оқушының шығармашылық деңгейін дамыту, білімді жүйелі меңгерту үшін сыни ойлау технологиясы тиімді болмақ. Бұл технология бойынша қолданылатын стратегиялар бір-біріне өте ұқсас. Жаңа педагогикалық стратегиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық ойының дамуында басты рөл атқарады. Яғни, мұғалім оқушыларды білім жүйесімен, іскерлікпен, дағдымен қаруландырып қана қоймай, танымдық шығармашылық қабілеттерін де дамытады. Ғалым Хальперн білім алушы өзіндегі сыни ойлау мүмкіндіктерін пайдалана алу үшін мынадай маңызды сапаларын дамытуы тиіс екенін атап өтеді. Біріншіден, жоспарлай білуге дайындық, екінші икемділік, үшінші табандылық, төртінші өз қатесін түзеуге дайын болу, бесінші ақыл мен салмақтау, алтыншы ортақ шешім табуға ұмтылу. Оқушылар бұл секілді жұмыстарды жасау нәтижесінде өздеріне және өзгелерге толассыз сұрақтар қойып, оларға жауап іздеп, өз жауаптарын ұтымды дәлелдер мен айғақтайды, дербес шешімдер қабылдайды. Ал бұл өз кезегінде жаңартылған білім беру мазмұнының басты идеяларын іске асырушы құрал бола алады. Мінекей, осы жағдайлар сабақ үдерісі кезінде стратегиялар арқылы жүзеге асады. Сыни ойлау технологиясының 90-нан астам стратегиялары бар. Бірақ біз сіздерге күнделікті тәжірибеміздегі қолданылатын нәтижеге бағытталған стратегияларды ұсынбақшымыз.